Жеңілмейтін махаббат, салтанат Мінайхан. Ортаңғы әлем. Ислам алаш мен. Үшеулеп Алматының оң қапталын толық алып жатқан Алатауға тыныштық шабыт іздеп барамыз. Ислам атына заты сай иманы түгел, түфу деген түкірігін қағып алардай жақын досым. Өмірде қысқасы не үшін жүргенін білетін адам. Ақын. Өлеңдері сәл өзімшіл болғаны болмаса ірі поэзия жазып жүр. Ақиқатпен астарланған. Шәмшінің түрін берген, шүңірек көздеу, жел қозған бозбала мұртты, ырғай қамшыдай дөп түзу тұлғасы бар. Қара жұмыс етін қатырып нағыз білегі мен білімі қос қанатындай тез беткейге шығып келе жатқан бала қартқа ұқсайды. Ал алашым, алаш деген ұғымның шарасы қанша кең болса, діңгегі қаншалықты жуан болса, алаш досының арқасында шын батырдың ізі қалған. Еш нәрсенің аясына сыймайтын шеңберден тыс асыл дүниесі бар. Ол рухпен қырланған жапырымпаз күш, ақын, қайраткерліктің тайқазаны, томардай бітімінде киіз қазықты жерге қағар қайраты бар. Ерте есейген азаматтай бетін түк басқан пародасы ерекше қазақ. Домалақ бауырсақтай томпайған екі беті қарақатқа шық тұрып тамып кетердей, өлбіреген ашық қалың қасты қос жанарына сәжде қылған екі әлемге ұқсайды. Шақпақсыз тұтанатын намысшыл. Досқа дос, жауына жау отындай сүмбі мінезді. Үшеуміз де бітімі бір болса да күтімі басқа, мың жыл теңізде жатқан құмырадай бірді қойып дәуірлер үшін құпиямыз. Тығынын ашқанға арызын айтар, не алғысын айтар үш құмырада үш түрлі шарап. Омардың шарабындай бір түрлі шарап. Әйтеуір бір нәрсеге маспыз. Болашаққа атылған әдебиет атты әлемнің ақиқат пен жалғанның ортасындағы автор деген адаптың сұр жебесіміз. Ортаңғы әлем. Алатаудың бел ортасына дейін көтерілдік. Тақыр төбеде тақырбас баланың айдарындай ғана оқшау қара тасқа барып отырдық. Керемет көрініс, Құдайдың құдіреті. Табиғат пен адам жасаған сұлулықтың үндесі. Алматы сұлу кербес, Алатаудың төсіне таққан моншағы сияқтанып жалт-жұлт етеді. Бірді етегінде жамырап жатқан отар-отар қой, шұрқырап жатқан жылқыны елестетеді. Алаш тебіреніп өлең оқыды. Есінеген тарихтың ұйқылы-ояу көшінде о жауынгер сұлулар омырауы кесілген. Домбыраның шанағы, қылқобыздың көнегі, майтамада қылыштан қан тамғаны жөнеді. Артынша ислам, биікке құмармын жасымнан, абырой мен үшін пенделік, күнәм да көп шығар тасыңнан, кетпесем бол енді сенделіп. Алатау алдындағы міндетін өтеп, енді менің кезегім келгенде екеуі бір аузын. Ал сен осы сұлулықтың суретін көркем прозамен сал, деп нық сенімді айтты. Білмеймін. Соңғы кездері кілең түсініксіздікке қызығып жүрмін. Өлімді ойлай берем. Кенет шарқ еткен дауыс қатты шыққаны сонша екі құлағымыз шыңқылдап сала берді. Адам да қатты дауыстан азаптанады екен ау. Отырған төбе тасымыздан үшеуміз де мұртша қырқылып түстік. Айналамыз алай-дүлей болды да кетті. Есімді бір жиғанымда үсті басым қара күйе, теңіз шайып кеткендей қоқыстай қалың жанып жатқан ағаш шөптің арасында жатыр екем. Ислам да, алаш та көрінбейді. Айнала қап-қара түнек. Дәу қара тастар балқып ағып от өзенге айналып бара жатқандай. Сөзсіз ақыр заман. Тозақ отының күлкісі осы болар дегенде ой сап ете түсті. Арпалыс әлемде болмаған өзінше ақылдымыз, асылмыз дейтін ешбір пенденің ақылына сыймайтын, Құдайдың өз қолымен жасалып жатқан жарылыс, қаптаған үрей. Табанындағы қара жер қағайылып, ішкі қыртысы аударылып қалып жатыр. Айналам қою қара түсін. Жанып жатқан оттар аспаннан түсіп жатыр. Дәу қанға малынған құмалаққа ұқсап, гуілдеп құланы нағыз ажал тұзағы дерсің. Жамыраған қозының енесін іздеп маңыраған көрінісі,
адамдардың қазіргі жағдайының бейнесі. Енді қара жердің зарығып шыққан көз жасы сияқтанып, от өзендер күллі жерді ұртына сыйғызып келеді. Аспан түнек. Қара шәлісін жамылып барынша «Я, дұрыс, жалмаңдар» дегендей бетін тырнайды. Аспан мен жердің арасы тым жақын. Тозаққа түсетін болдым ау, тозаққа. Қорыққам сонша денем қара жермен бірге теңселеді. Өліміңе бір қадам қалғанда көзіңнен жас та шықпайды екен. Алматының алқасы болып аты шыққан Алатау көз алдында отқа салған қорғасындай ыдырап барады. Жүгіріп келіп бір өңірді паналадым. Достарым, туысқандарым қайда қалды? Әлде менің ғана басыма түскен залал ма? Бірақ жаңа ғана қасымда жүрген ислам алаш қайда кетті? От өзен оларды менен бұрын жалмады сірә. Досымды жоқтап зарлайын десем, аузыма өксік тығылып даусым шықпайды. Әлде тас кереңге айналдым. Өмірі өзгені ойлаймын деп мақтанушы ем. Дәл қазір өзімді ғана ойлап отырмын. Тозаққа түсетін болдым ау. Әлде Алла аса қамқор, ерекше мейірімді емес пе? Кешірер мені. Әттең неге намазымды тастап кеттім? Тозаққа түссем тартар азабымды елестете алмаймын. Заман ақыр деген атамның қойнында жатып тыңдаған таңғажайып қызықты әңгіме емес болғаны ма? Құдайым, құлын ғұмырым сенің пәрменіңе арналмады. Кешіре гөр жаратқан. Үрей үңгірге де жетті ажал бұтағы. Шыға сала сүріне жыла бір найза төбеге шықтым. Алатаудан алақандағыдай көрінетін ару қала қара шашын жамылып, бар күнәсі үшін құдайынан үмітін үзгендей үйілген қоқысқа ұқсап кеткен. Енді көзімнен жас шықты. Ия Алла, осы қаладағы дінін сатқан кәпірлерді жазаларың аянмаған. Бірақ өз ана тілін, ұлтын, тарихын сүйіп қадірлемегендер, махаббатты махаббат деп, өз анасын қорлауды машақат деп білмейтіндерді қалай жазалар екенсің? Менің күнәма осылардың қасында. Ішіп келдім кеше. Ішкенде сол шайтанның сідігіне беріліп, сирағымды тірей алмай, тіреуілікке айналып кеткенім. Оны ренжіттім. Жылаттым. Ол туралы ойлаудан қашам, бірақ құтылып көрмедім әлі. Өзім бір ішімнен жанып жүрген күйік болсам, бір жүрекке екі махаббат сыймайды, сыюы да мүмкін емес. Менің күнәм, жаратқан сенің жаратылысың бөлшегі, бір қызға ғашық болып, ғашықтық қана емес, саған ғана арналуға тиіс, сен ғана сиятын жүрегімнің түймесін сол қыз үшін ағытып жібергенім. Еріксіз ағытылды. Бұл сенің мүмкін маған жіберген жазаң, не өзім жыбырлақ нәпсімді тия алмай орындым ба? Бағым ба десем бақытты болмас пем. Менің заман ақырым сол сары қыз келген күннен болдау. Сорым ба соңы жоқ, жоқ. Құдай сен кешірсең соны сол. Бәрі бітсін осымен. Сен кешірмесең өмірде күйген денем, тозағыңда күйер, соңы жоқ. Мәңгі қалармын тұмақта. Себебі ол қызды сүйгенім сондай табынып кеттім ғой. Сенің әміріңде емес, сұлу жаратылысының қаққан кірпігінің көлеңкесінде қалдым. Ол ширк жасадым, кешір Құдай. Найза төбеден төменге қарадым. От өзен аздан соң мені анық жалмайды. Қызыл тілі жалаң-жалаң етеді. Уақытым тым аз. Құдайға қолымды жайдым. Ия Алла, кешір мені. Менің күнәм иығымда жазулы. Бәрі де аян өзіңе. Үмітіне үкі тағып, үлкен сеніммен атанам, Алматыға атандырды. Ақыр заман ажалы оларды да о дүниеге атандырған да шығар. Кешір оларды. Жұмағыңды қи оларға. Бар жақыныма жұмақ тілер алдында қазір бетін болмаса да берер сертім болсын. Соңғы сөзінде айтар тілегім сүйгеніме сұлу тарту сыйла. Мен кешірілмесем де ол ата-анамның қасында жұмақта болсыншы. Оны да кешір Алла. Әмин. Сол бойда көзімді жұмдым да биік найза төбеден өзімді от өзенге тастап жібердім. Бар даусыммен айғайлап атып тұрдым. Түс екен, Құдайға шүкір. Болды. Бар айтқаным осы. Тозақтың қақпасынан келдім. Өне бойым қара терге түсіп, жүрек тулап тұр. Алаш пен ислам келіп
үреймен мазалай бастағанда есімді жидым. Екеуін шап беріп құшағыма қысып алғам. Үшеуміз де үнсіз. Тілсіз түсіну теориясы. Сол күні кеш батқанша түсімді өзімше томпышып әртүрлі жорыстық.